Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, осындай дәмдіні бірге дайындайтын боламыз. Ең алдыменен ыдысымызға бөлме температурасындағы бір қапты суымызға және сүтімізді құямыз. Оған 1 шай қасықта тұз салып, оны ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Және де оның үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымызды 2-ге бөліп саласыздар, алдын ала еленген ұн болу керек. Және де ұнымыздың үстінен қамыр қопсытқышты салып, алдыменен осындай лопатаның көмегімен елеп, немесе қолдарыңызбен елесеңіздер болады, қамырымызды жасап аламыз. Менде осымен 2 нанға арналған жасалды. Қалауларыңыз бойынша көбірек жасасаңыздар да болады, көлемін көбейтіп. Мен құрамын керек заттарды астына жазып қалдыратын боламын. Және де екінші бөлік ұнымызды сеуіп отырып, қолымызбен елеп бір қалыпты жұмсақ әдемі қамырымызды елеп аламыз. Достар, видеоны көре отырып, астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеле отырыңыздар және қазақша контентті қолдап, каналымның ары қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қамырымыз дайын, енді оны біраз тындыруға алып қалдыратын боламыз. Енді бізде ет саламыз, салмамызға менде қолмен туралған ет, сиыр еті жақсылап турап алдым, майдалап, және де пиязымызды турап, оның үстінен салып, қалауларыңыз бойынша дәмдеуші салсаңыздар болады. Менде тұз және қара бұрышты салдым. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Салмамызды ыңғайлы болу үшін осылай 2 зуалаға, осылай 2-ге бөліп қойдым. Қанша зуала жасайсыздар, соған қарай бөліп 3 немесе 4-ге бөліп қойсаңыздар болады. Қамырымыз дайын, иіліп қанып тұрған қамырымызды енді 2-ге бөлеміз. Жақсылап дөңгелектеп, зуаласын жасап аламыз және содан соң жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды осылай алдыменен қолымызбенен осылай жайып жұқалап аламыз және одан соң оқтауменен жая бастаймыз. Қалыңдығы қатты жұқа етіп жібермейсіздер, өйткені салмасын салған кезде қамырымыз жыртылып кетуі мүмкін. Сол үшін бір қалыпты етіп жайып аламыз тегістеп. Өте тойымды және жұмсақ болады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Қамырымыздың үстінен енді ертілген сары майымызды құйып, оны тегістеп жағып шығамыз және де оның үстінен салмамызды салатын боламыз.
салмамызды салып тегісте осылай жайып аламыз және де жайлап орай бастаймыз. Жаңағы қамырымызбенен тығыздап орап шығасыздар. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Енді осылай қамырымызды осылай орап аламыз. Қатпарлы қамыр дайындағандай осылай қамырымызды орап, бір-біріне дөңгелетіп орап алып келіп, целлофанға салып, келесі қамырларымызды дайындап алғанша тындырып қалдыратын боламыз. Сол кезде оңай жайылады және тынып тұрған екен әдемі болып шығады. Мен де екінші нанды көрсетіп жатырмын. Осылай қамырымызды жайып, майымызды жақсылап жағып аламыз және де салмамызды, етімізді жақсылап тегістеп жайып шығамыз және де жаңағындай орап, оны да қалдырамыз. Мына бірінші қамырымыз бізде дайын болып тұр. Енді үстінен кішкене ұн сеуіп отырып, қатты басып жібермей, осылай оқтауменен жайлап жайып аламыз. Қатты жұқартып жібермейміз және де қалың да болып қалмасын. Өзі көтеріліп, қатпарлы қамыр тәріздес болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Дайын болған нандарымыздың үстінен жұмыртқаның сарысына сүт араластырып, бетіне әдемілеп жағып, қалауларыңыз бойынша күнжіт сепсеңіздер де болады. Макс сеуіп немесе әдемілеп 180 градуста 35 минутта пісіп шығатын болады және өз пештеріңіздің қызуына байланысты да саласыздар. Мінекей, нандарымыз дайын болып шықты. Өте керемет. Ыстық күйінде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Және де өте қатпарлы болып шыққан, дәмі де таза пісіп шығады. Достар, видео ұнаған болса, лайк қоюды ұмытпаңыздар және де менің каналыма тіркеле отырыңыздар.
осындай керемет рецепттерменен алдағы уақытта бөлісіп отыратын боламын. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Барлығыңызға ас болсын. Келесі видеоларда көріскенше.